Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Жағдайларыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгінгі тақырып барлығымыздың көкейімізде сұрақ болып жүрген тақырып. Ол жалқаулық деген тақырып. Неге болмысымызда бар нәрсе біздің өмірімізге кедергі болады? Неге менде жалқаулық жалпы бар деген сұраққа жауап беріп өтейік. Жалқаулық деген не? Жалқаулық деген ол біздің миымыздағы, ой-санамыздағы бір механизм. Ми өзінің жасап жатқан іс-әрекеті не үшін жасалып жатқанын түсінбеген кезде қосылатын бір определенный механизм. Ол нәрсені түсіну үшін біз мидың бастапқы өзінің жаратылысындағы мақсатын білуіміз керек. Мидың бастапқы жаратылысындағы мақсаты ол бар болу, ағзамызды, біздің болмысымызды, адами болмысымызды тірі қалдыру. Біздің тірі қалу деген мақсатымызға сай болмаған нәрселердің барлығы, сол мақсатқа тыс келетін или сол мақсатқа қауіп төндіретін әрекет амалдардың барлығы ол бізді не істейді? Ол бізді бір жалқаулық халіне, қорқыныш халіне тығады. Енді осының ішінде жалқаулыққа именно жалқаулық формасына қашан кіретінімізді түсіндіргім келеді мен сіздерге. Бірінші кезекте жалқаулық халі бізде қашан пайда болады? Бірінші кезекте менің жасап жатқан іс-әрекетімнің мән мағынасын түсінбеген кезде пайда болады. Әйтеуір бір жартылай жұлма бір ақпаратты алып алып, одан кейін ол нәрсені істеген нәрсемнің не аяғы жоқ, не басы жоқ, ешқандай нәтижесі жоқ, әшейін уақыт құрту болатын болса, бір сәтінде біздің миға сигнал келеді. Біздің жасап жатқан іс-әрекетіміз біздің бар болуымызға, ары қарай дамуымызға, өсуімізге ешқандай пайдасын тигізіп жатқан жоқ. Сондықтан біз бұл іс-әрекетті тоқтатуымыз керек дейді. Мән мағына көрінбеген жерде ми энергия құртқысы келмейді. Сондықтан ол алады да сол функцияны, сол іс-әрекет жасамау деген функция, жалқаулық деген функцияны қосып жібереді. Сол үшін біз өз-өзімізді тұрғыза алмай, жеткізе алмай жүреміз. Бір іс-әрекеттің мән мағынасы жоқ кезде біздің миымызда міндетті түрде жалқаулық функциясы қосылады. Неге? Өйткені біздің ми бухгалтерия сияқты. Ол точно біліп отыру керек, қай жерге қанша энергияны құртып жатыр және оның нәтижесінде не болатынын точно біліп отыру керек. Егер ол құртқан энергиясының нәтижесінде не болатынын білмей, қандай ләззатқа алып келетінін білмесе, қандай аурудан, дерттен қашып жатқанын көрсетпесе, әшейіннен бос әрекет болатын болса, онда ол жерде жалқаулық қосылады. Байқайсыздар ма? Егер адам қатты қарны аш болса, егер адам аштан өлейін деп жатса, егер адам тамағына өзінің бала-шағасына тамақ таппай жатса, ол жалқауланбайды ешқашан. Ол тұрады да барады, істейді, 4-5 жұмыста жасаса да, ол жұмысын жасайды. Өзінің өміріне қауіп төніп тұрған адам ешқашан жалқауланбайды. Байқайсыздар ма? Бір өмірінде бір үлкен ауру, дерті бар адам ешқашан жалқауланбайды. Сосын байқайсыздар ма, наркомандар, ешқандай бір ләззатқа қатты байланған адамдар ешқашан жалқауланбайды. Олар өздерінің ләззатын табу үшін тұрады да барады да барлық әрекетті істеп, сол ләззатты алу үшін барлық амалын жасайды. Неге? Қандай да бір ол жақсы амал болсын, жаман амал болсын, мидың функциясы ол ауыртатын өлімнен қашу және жақсы бір сезім әкелетін ләззатқа жету деген функцияның ортасында жүреді. Осы екі халдің аясында болмаған, осы екі халге тыс болатын или ешқандай бұның пайдасы да зияны да тимейтін нәрсе болатын болса, сол нәрсенің барлығына бізде жалқаулық формасы ашылады. Жалқаулық деген бір функция ашылады. То есть қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, өміріңде жасап жатқан іс-әрекетің сені ешқандай да бір қауіптен қорғамаса және сені ешқандай бір ләззатқа жетелемесе, онда ол істің мән мағынасы жоқ деген сөз. Сол үшін адам өзінің хикметін ашып алу керек. Өйткені өзінің жүректегі хикметін ашпамаса, ол арзан дофаминовый ләззаттарға байланады да, соның түбінде соның құлы болады да өмірінен өтіп кетеді. Сондықтан бірінші ең бастысы өзіміздің жүректегі құли хикметімізді ашу керек. Сол кезде не үшін жасап жатырмын? Аллах үшін жасап жатырмын. Міне мынандай ма, мына іс мынандай ма деп барлық нәрсені егжей-тегжейлі біліп алғаннан кейін сіздерде жалқаулық деген қасиет болмайды. Бұл бірінші форма, мән мағына. Жалқаулық қашан келеді? Сіздің миыңыз қарапайым. Екінші проблема, ол өте қарапайым проблема, барлығымызда бар нәрсе, ол миымыздың толы болып жүруі. Миымызда бос орын жоқ. Өйткені күнделікті TikTok көреміз, Instagram көреміз, анаяқтан мына идеяны аламыз, мынаяқтан мына идея аламыз, мынаяқтан ана білімді аламыз. В общем, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтпақшы, арқамызда кітап тасып жүрген ешектер сияқты біліміміз көп, бірақ жасап жатқан ешқандай әрекетіміз жоқ. Сол үшін ми толы кезде, ақпаратқа толы кезде, оны білім деп айтудың өзі де дұрыс емес шығар. Ақпаратқа толы ми, ол іс-әрекетке ұзақ уақыт ешнәрсені іс-әрекетке өткізбеген ми, ол кейінгі жағдайда тем более іс-әрекетке өткізгісі келмейді. Сондықтан бұның формуласы, шығу формуласы, қандай да бір білім алсаң, сол нәрсені бүгінгі күні іс-әрекетке енгізіп жіберуге тырысу керек. Өйткені ақпарат жинала беретін болса, сенің бойыңда ол жүк болып, сені жалқаулығыңды оята береді. Сол үшін миды әрдайым бос ұстап жүру керек. Миды босататын өзінің бір құралдары бар. Ол ең біріншісі аш жүру, одан кейінгі спортпен айналысу, одан кейін
барлық нәрсені басы аяғы барын бастаған нәрсені аяқтап жүру. Осы үш нәрсені жасайтын болсаң, сен өміріңде ешқашан жалқаулық деген нәрсе пайда болмайды және өзінің көрінісін алмайды. Үшінші көрініс, ол біз көп мән бере бермейтін нәрсе, ол дегеніміз физикалық энергияның болмауы. Физикалық энергия, ол алдыңғы роликтарды қарап өтсеңіз, біз алдыңғы роликтарда айтып өттік, қай кезде бізде кортизоловое состояние, физикалық энергияның жоқ болуы деген нәрселердің барлығын айтып өттік. Былай егер тизер формасында айтып өтетін болсақ, тамақты көп жеу, аз қимылдау, тиктокта, инстаграмда көп отыру, дұрыс ұйықтамау, жалпы күндік ресурстарыңның барлығын болмайтын нәрсеге құртудың барлығы түбінде сені жалқаулыққа алып келеді. Өйткені бұл жерде сен физикалық энергияң босқа кетіп жатыр, босқа шашылып кетіп жатыр, и қайтадан восстанавливаться етіп, қайтадан орнына келіп үлгермей жатыр. Өйткені сен ол бейшараны ұйықтатып та үлгермей жатсың. Түнімен тикток қарап, ютуб қарап, тамаққа тыңғиып алып жатқаннан кейін ол бейшара түнгі ұйқының өзінде ол бір қайтадан өз қалпына келіп үлгеріп жатқан жоқ. Сондықтан күнделікті ағзамызды перегрузбен үлкен жүктер масыл қылып асып қойған кезде ол жерде міндетті түрде жалқаулық пайда болады. Өйткені просто банальная энергия жоқ менде. Бұл үшінші форма не үшін менде жалқаулық болады. Төртінші формасы ол принцип постепенности деп аталады. Или қазақша айтатын болсақ, бұл нәрсе әр нәрсенің өзінің сәтімен, өзінің ретімен жасау дейді. Міне, ретімен жасау деген сөз. То есть қараңыздар, ретімен деген не нәрсе ол? 200 мың тауып жүрген адам алдында 200 миллион келесі этапта мен келесі айда 200 миллион табам дейтін болса, миың сенің жарылып кетеді. Сол жерде айтады, кім қоя салшы дейді. Сол жерде жалқаулық механизмі қосылады. Сол үшін 200 мың тауып жүрген адам өзіне мақсат қоярда 250 мың қойсын, 300 мың қойсын, максимум 400 мың қойсын. Сол кезде миға ол түсінікті, ұғымды болады да, ми ол әрекетке жайлап көше бастайды. Ал егер 200 мың тауып жүрген адам алады да резко мен Луи Виттоннан тек қана киінуім керек деп өзіне бір 100 миллион деген ставка қойып қоятын болса, әрине ол оған дейін істемеген нәрсе, оған ол қауіпті, оған ол өте опасный. Ол жерде жалқаулық механизмі міндетті түрде көрінеді. Ешқашан мен спортпен айналыспаған болатын болсам, таңғы 7-те тұрам да 10 километр жүгірем дейтін болсам, әрине міндетті түрде менде жалқаулық формасы пайда болады. Сен ең бірінші хотя бы тұрған уақытыңда жүгірмей, хотя бы 1000 шаг жасап үйрен, содан кейін барып 2000 шаққа көш, одан кейін жайлап уақытыңды азайт, одан кейін жайлап келе бір ай 2 айдың ішінде уже таңда тұрып қалай жүгіріп жүргеніңді байқамай қаласың. Біздің проблемамыз қазіргі күнде барлық нәрсені хотим все и сразу дейді, барлық нәрсені осы сәтте алғымыз келеді және осы сәтте әлемді жаулап алғымыз келеді, осы сәтте сразу миллиардер болып кеткіміз келеді. Сол ойлардың барлығы сондай квантовый, оған инстаграмда әсері бар шығар, жұрттардың сөйтіп жетіп жатырмыз, бір жылда үй алдым, бір жылда әлем сатып алдым деп жатқан адамдардың да ойы бізге келіп, сол біздің миымызға бағанағы миымызды кірлеп жатқан шығар. Бірақ мен сіздерге айтқым келіп жатқан нәрсе, сондай нәрселерге көңіл бөлмеңіздер, көңіл аудармаңыздар. Барлық адам жасаған іс-әрекетін ретімен болады. Барлық нәрсе ретімен келеді. Аллах реттілікті жақсы көреді. Сондықтан біз жасаған амалымызда реттілік болатын болса, ешқашан жалқаулық деген қасиет біздің бойымызда оянбайды. Міне осы 4 қағиданы сіздер ойларыңызда ұстап, күнделікті өмірлеріңізде қолданатын болсаңыздар, жайлап жалқаулық деген қасиеттен айырыла бастайсыздар.